Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жастар ісі бөлімінің қолдауымен эфирге шығып отырмыз. Және бүгін бізде қонақта айтыскер ақын дарын сыйлығының лауреаты, Асыл арнаның беделді жүргізушісі Сырым Әуесхан бауырымыз қонақта. Сәке, карантин басталғалы 3 ай уақыт болды. Осы карантин сізге қалай әсер етті, өміріңізге не өзгерістер алып келді? Уағалейкумассалам, үлкен рахмет, Алла разы болсын. Осындай сұхбатқа әсіресе сіздер сияқты мынау имамдармен, ұстаздармен сұхбаттасуға біз бұрыннан ынтықпыз, және біз үшін үлкен ол абырой, үлкен мәртебе. Мына карантиннің де негізгі бір пайдасы шындығында біздің елдегі көп нәрсенің орны ауысып кеткендігі, өміріміздегі, елдегі демек қой, жалпы өміріміздегі, әлемдегі жағдай болып жатыр ғой, өміріміздегі көп дүниенің орны ауысып кеткендігін анық көрсетіп жатыр. Сондықтан осы карантиннің де адамзат баласының қаншалықты мына технологиялық тұрғыдан, ғылым тұрғысынан, мынау заманауи IT саласы жағынан қаншалықты дамып кеткенмен, руханият жағынан қаншалықты артқа кеткендігі, уақыт алға кетіп жатқанмен адамдардың қанша артқа кетіп жатқандығын көрсеткен бір кезең болды. Сондықтан енді осы карантин біздің диагноздарымызды коронавирустан басқа осы рухани диагноздарымызды нақты көрсетіп берді. Енді соларды емдеуге бір күш салуымыз керек шығар деп ойлаймын. Басты қорытқан ойым сол, карантиннің маған берген әсері сол болды. Ақын ретінде сізді танимыз және көптеген өлеңдеріңізді білеміз. Және де осы карантин уақытында сіз не нәрседен шабыт алып, өлең шығаруыңызға қандай нәрселер шабыт берді? Дұрыс айтасыз, негізі өзі ақын дегеннің халықтың өзі бір қызық халық қой, өзі бір кісі айтып еді, антенна сияқты өмірдегі барлық кез келген ситуация ақынға тимей өтпейді. Басқа адамдар әсерленбеген нәрседен ақындар әсерленіп жатады. Басқа адамдар жай қарай салатын дүниеден ақындар бір мағына көріп жатады. Енді бір таңғалғаным, қазір енді адамзатқа тура жол болып түскен ең маңызды кітабымыз Құранның өзінде жаңағы депутаттар, құрылысшылар, әншілер деген сүре болмаса да ақындар деген сүре бар екен, шұғара деген ақындар деген сүре бар екен. Соның өзінде былай қарап тұрсаңыз, бір ақындарды бір керемет мақтап, дәріптеп жатқан жоқ. Ақын сол сүре бізді бір ойландырған еді кезінде. Ақындарға азғындар ереді, олар өздері істемеген нәрсені айтады, сай-сайды кезіп жүреді, бірақ соның ішінде иман келтіргендері, Алланы көп еске алғандары бөлек дейді ғой. Сондықтан біз де сол бүкіл дүниемізді сол Алланың сөзіне сай қылып, Алла тағаланың разылығына бөлетін ақындардан болуға тырысамыз. Сондықтан бұл карантинде бізге әсер етпей қоймады. Біздің әсерленгеніміз осы халықтың жағдайы, елдің өзінің ішкі ойының өзгеруі, көңіл күйінің өзгеруі, ахуалы, Аллаға деген қарым-қатынасы, бір-біріне деген қарым-қатынасының қаншалықты өзгергенін бақылап, соған бір дұрыс ықпал, жақсы ықпал жасау үшін өлеңдер шығаруға тырыстық. Осы карантинге байланысты шығарған өлеңдеріміз де бар, енді ел арасында тарады ғой. Өздеріңіз көрген шығарсыздар, әлеуметтік желіде мынау мұсылмандардың қасиетті қаласы Меккенің бір босап қалғандығы, адамдардың әшейінде сапырылысып жататын адамдардың осы кезде азайып, тіпті жоқтың қасы болып, қаланың босап қалғандығы көрсетілген бір ролик тарады. Сол роликтің үстінен бір өлең әсерленіп, өлең шығарып, сол өлең көпке жақсы әсер етті. Тірі адам жоқ, тым-тырыс, көше, Меккем, қайда кеткен қарбалас кеше өткен, мұсылманы әлемнің бұл көшемен асығатын қағбаға неше көктем. Бірақ мүлде, бәрі жоқ бірақ күнде, түстік мұндай жағдайға не себептен? Түріміз бе дәметкен қошеметтен, тіліміз бе әр нені өсе кеткен, түніміз бе өткізген күнә жасап, күніміз бе шайтанға есе кеткен. Түстік мұндай жағдайға не себептен? Мекке түгіл сағынтып жұма қатты, бар мешіттің есігін күнә жапты. Харам тыйым істердің кесірі ме карантин деп аталды бұл абақты. Бір Аллаға лайық құл бола алмаған өзімізден іздейік кінәратты. Алла бәрін естуші, һәм білуші, орындайық 5 уақыт мінәжатты. Күндіз түні жасайық дұға қатты, құтқаршы деп күнәлі жұрағатты. Осы ел арасында Асыл арна телеарнасының ролик ретінде тарады. Сондай біраз дүниелер жасадық. Жалпы қазіргі жастардың пайдалы дүниелермен айналысудың орнына, ғылым білім ізденудің орнына интернет, TikTok деген сияқты пайдасы жоқ дүниелермен көптеп айналысып жатыр, сол нәрсеге ұмтылып жатыр, сол нәрседе жастар бәсекеге кіріп жатыр. Бұның себебі неде? Бірден оларды сынай қою, немесе бір олардікі дұрыс деп айта қою, енді
бірден бір шешім шығара салу өте қиын дүние ғой. Шындығында біз де ол жастардан алыс емеспіз. Өзіміз де күні кеше оқу орнын бітірдік, мектеп бітірдік. Сол біздің кезеңімізде осы әлеуметтік желі, біз мектепте оқып жүрген кезде ұялы телефондар кең тарай бастады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын дейді. Адам баласының енді әр нәрсеге қызығуы деген нәрсе көп жағдайда осы бір қиындық көрмегеннен, бір сынаққа түспегендігінен шығар деп ойлаймын мен. Рахат өмірде бір ұлпаның үстінде, ақ мамық төсектің үстінде өскен ұрпақпыз ғой. Аса қиындыққа ұшырамай, аузымыз ақмайға тиіп деген сияқты. Біздің ең үлкен қиындығымыз осы карантин болып жатқан шығар, үйден шықпау деген. Оған дейін бір үлкен ағаларымыз сияқты, бабаларымыз сияқты бір үлкен соғысты да, ашаршылықты да, тіпті мына 90-шы жылдардағы әке-шешеміз көрген жаңағы үлкен кризисті де көрген жоқпыз ғой, шыны керек. Біз сол барлық жағдайды көрдік. Ал ағаларымыз айтады, ер адам жаспен өспейді, жауапкершілікпен өседі дейді. Қарап отырсаңыз, сол үлкен сынақтарда, соғыс кезінде дүниеге келген, немесе соғыстан кейінгі уақытта дүниеге келген, аштық кезінде өмір сүрген адамдардың барлығына қарасаңыз, олардың қай-қайсысы да мықты тұлға болып шыққан. Қазір мысалы соғыстан кейінгі уақытта, яғни 40-шы, 50-ші жылы дүниеге келген адамдар қазір 80-ге, 70-ге келді ғой. Олардың қай-қайсысы да мықты тұлғалар. Мен енді әдебиеттің ішінде ақын жазушыларды білемін. Оның ар жағында бізге елбасымыз да бар, басқа да тұлғалар бар. Қай-қайсысы да мықты тұлғаға айналды да. Олар өйткені көп нәрсенің қадірін білді. Ол нанның қадірін білді. Көз алдында қаншама адам соғыстан қайтпай қалды, қанша адам қайтыс болып кетті. Қайтқандары мүгедек болып келді. Осы сынақтың бәрін көрген кезде олар көп нәрсенің қадірін білгеннен кейін әр жылтыраққа қызыққан жоқ. Ол қайтсе мен ер азамат боламын, қайтсе мен отбасымды асыраймын. Осы өмірде мен оларды бұл өмірде де, ақыретте де осы отбасым үшін жауап беремін. Оларға мен бір тура жол көрсетейін деген сияқты жауапкершілікті алғандықтан ерте есейді. Осы бір сынақтарды көру деген нәрсе, яғни жауапкершілікті сезіну. Адам бір есейіп, жауапкершілік, мен осыған жауап беремін, ертең бір отбасым үшін жауап беремін, ер адам болса отбасым үшін, ел үшін жауаптымын деген нәрсені ойланса, әйел адам мен ертеңгі ұрпаққа, бала шағама жауаптымын деген нәрсені ойланса, адамдар кішкене есейеді. Есейген адам міндетті түрде ол бір жақсылыққа ұмтылады, әр нәрсенің парқын біледі, жеңіл нәрсе мен салмақты нәрсені ажырата алады деген сияқты ғой. Қай жерде бір бос күлкімен шынайы күлкі, бір бос күлкінің соңынан жүру керек па, жоқ әлде кейде мынау ойлы дүниені де қарау керек па, кейде бір мынау адамды жылататын нәрселердің де бір әсері бар ма деген нәрсені ажырата біледі да. Ал ондай бір сынақ көрмеген кезде, адам осы өмірдің бәрі қызыл жасылды болып тұрған кезде, тек қана сол бүкіл өмір содан тұратын сияқты, таңнан кешке дейін алаулау халаулай, кешке дейін сол тиктоктың ішінде отырсаң да, инстаграм көріп отырсаң да, өмірдің бәрі сондай болған сияқты болып көрінеді ғой. Бұны ғылымда демонстративті қоғам деп айтады екен. Яғни көрсету үшін өмір сүретін қоғам дейді да. Яғни ол осы бір қазақта жақсы мақал бар ғой, құдықтағы құрбақаға аспан теңгедей болып көрінді дейді да. Құрбақа құдықтап жатқан кезде оған аспан бір доп болып теңге сияқты болып көрінеді. Негізі аспан өте үлкен ғой. Сол сияқты біздің көп жастарымыз болсын, қазіргі жас болмаса да енді қазіргі қоғамның көп адамдары болсын, сол әлеуметтік желінің құдығынан қарағандықтан бүкіл өмір сондай болып көрінеді. Егер ол инстаграмда тек қана жұлдыздарға жазылған болса, оның бүкіл өмірі осы жарық жұрт сияқты, елдің бәрі бір жаққа ұшып жатыр, елдің бәрі бір жерде демалып жатыр, елдің бәрі бір қымбат машина мініп жатыр, елдің бәрі қымбат ақша тауып жатыр. Жалғыз нашар болып жатқан мен де қалыспайын, мен де өзімнің бір қымбат үйімді салып қояйын, мына жақтан қалай ақша алып жатқанымды салып қояйын деп ойлайды да. Ал ақиқатында егер ол жан-жаққа қараса, егер қазір сол инстаграмда отырған бала кішкене әлеуметтік желіні қоя тұрып жан-жағына қараса, анау Мақтааралдың түбінде мақта егіп жатқан адамдарды байқайды, Қызылордада күріш егіп жатқандарды байқайды, анау бір осы Алакөл жақта мал бағып жүргендерді байқайды да. Сол кезде бұл өмір басқа екен ғой. Біздің мына жерде аш қалмауымыз үшін, ет болу үшін біреулер ана жақта аязға қарамай мал бағып жатыр екен. Біреулер қандай сынақтарға шыдап жерді жыртып тер болып біз аш қалмау үшін күріш егіп жатыр екен, бидай егіп жатыр екен Қостанай жақта. Немесе біз киімсіз қалмау үшін ана жақта мақта егіп жатыр екен. Бұның бәрі үлкен еңбек екен. Адамдар соған еңбекке берілеміз деп ауыр жұмыс жасап жүрген кезде инстаграм қарамақ түгілі кейде өзінің бала шағасында да көңіл бөлуге уақыт таппайды екен деп қарасам, ол мен де онда бірдеңе істейін. Мен не істеп жүрмін мен? Менің құр бекер ойнап жүргенім, мына жақта әйтеуір әлеуметтік желіде әркімге бір лайк басып, әркімнің бір тырқылдағанына күліп отырғаным, бұл не тірлік деп ойлана бастайды да. Сол кезде ол адам сезінетін сияқты.
мен бір жақсылық таратушы болайын, бір керемет дүние жасамасам да соларды насихаттайтын адам болайын, немесе елге бір басу айтатын, немесе көңіл күйі көтерілмей тұрған адам болса көңіл күйін көтеретін, бір жақсы сөз айтатын, бір елдің жүйкесіне тимейтін, қайта бір жүрегіндегі иманын толтыратын адам болайын деп тырысатын сияқты. Ал сол қазіргі жастардың көпшілігі сол өзімшілдікке қарай алып бара жатыр ғой. Адамның өзі жағдайы жақсарған сайын тәкаппарлығы күшейеді сияқты. Менің жағдайым жақсы болса болды. Мен күліп ойнап отыра берейін, мен сол осы әлеуметтік желіде жарқырап отырмын ба, мен жарқырап отыра берейін. Басқалар, басқа осы 18 миллион халықтың ішіндегі Қазақстандағы басқа жағы біреу мақтарауда жұмыс істеп жатыр ма, ана жақта оның бәрі менің бір қызметшілерім сияқты да. Мен әйтеуір мына жерде отырсам, таңнан кешке дейін әке-шешем ақшаны әкеліп берсе, мына жақта басқалар жұмыс істеп жатыр, киім киіп жатыр, тамақ киіп жатыр, сол тоқтап қалмаса болды деген нәрсе да. Ол олай емес қой. Қоғамда әркімнің өзінің жауапкершілігі бар ғой. Сондықтан үлкен мәселе осы біз халыққа жауапкершілікті сезіндіру деген нәрсені үйретуіміз керек сияқты. Сәке, баршамызға белгілі, кеше президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, қазір қазаққа тойлап қызық қуатын заман емес, білім, ғылымның, еңбектің заманы келді деп айтты. Осы әлеуметтік желіде бір жылдары өте жақсы тараған сөз бар. Қазақстанда 500 әнші бар дейді, Жапонияда 500 ғалым бар, қай ел дамиды дейді. Ғылым деген нәрсе, немесе мынау технология деген нәрсе, кәсіп деген нәрсе үлкен еңбекті, қажырды талап ететін дүние ғой. Ал той деген біздің қазіргі бүкіл ақша табатын индустриямыздың бәрі тойдың айналасында. Былай қарап отырсаңыз, қазір карантиннің кезде бәрінен қиналып қалғаны, біздің ең андай тілге шешен, елді басқара алады, елге сөз өтеді, өзін тұлға қылып қалыптастыр деген адамдардың барлығы асаба болып жүр. Яғни біздің бүкіл индустриямыздың осы тойдың айналасында болғанның өзі аса жақсы дүние емес. Біздің ең бір тілге шешен, елді басқара алатын тұлға болып қалыптасқан адамдарымыз асаба болып жүр. Техникаға жақын адамдарымыз әйтеуір басқа бір елге пайдалы ұялы телефонды ойлап табу, немесе бір басқа дүниелерді дамытудың орнына әйтеуір кішкене болса да камераға түсіріп үйреніп алайын деп оператор болып жүр. Кішкене дыбысты игергендер дыбыс режиссері болып неде тойда отыр. Одан қалса қалған қолынан іс келетін өнертапқыштарымыздың барлығы әйтеуір қайтек ақша табамыз деп тойдың айналасында тойға аю кіргізеді, бір елге шоу көрсетеді, анан жасайды, мынан жасайды. Сол бүкіл біздің бір мықты талантты жігіттеріміздің барлығы бір халыққа, қазаққа пайдалы дүние жасаудың орнына әйтеуір бір адамдардың бір қызықшылығында сол елдің көңілін көтерудің айналасында жүрді. Негізі олардың барлығы мықты таланттар, мықты білімді жігіттер. Олар өнерпаз болғаннан гөрі өнертапқыш болатын жігіттер. Ертең елге қандай пайда алып келетін, осы бізге шетелдегі бүкіл әлемнің қаншама мемлекеттері бізден қызығып, бізден осы Қазақстанның тауарын алсақ қой дейтіндей деңгейге жеткізе алатын жігіттер. Бірақ олардың барлығы сол оңай ақша болғандықтан соның айналасында жүр. Енді осы карантиннің болғандығы, тойдың қысқарып жатқандығы, елдің той жасамай жатқандығының өзі үлкен қайыр шығар. Өйткені осындай талантты жігіттеріміз әйтеуір басқа саладан өзінің жолын тауып жатса, ертең бұдан да елге пайдалы болатын шығар деген үміттемін. Сондықтан соларға айтарым, қайта шырылдап той болсын дегеннен гөрі, той болмаған жағдайда біз елге қалай пайдалы боламыз деген нәрсеге ойланса, көбірек пайдалы болатын шығар. Сәке, арнайы уақытыңызды бөліп ат басын бұрып бізге келіп сұхбат беріп жатқаныңызға Алла разы болсын. Және де халыққа көптеген пайдалы мәліметтер айттыңыз деп үміттенеміз. Және де құрметті жамағат, сіздерге де арнайы уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға баршаңызға алғыс білдіреміз. Әрдайым жақсы жерде, Алланың үйінде, жақсы күндерде жолығуыңызды Алла баршамызға нәсіп еткен болсын.